психологияға, психосоматикаға келуімдегі жалпы жинап терген тәжірибем, білімімнің күні кеше ғана 300 мың теңгелік тұратын садақасын бердім. Бұл қалай деп жатсаңыз, жалпы осы психосоматика барысында, яғни кісілермен, әртүрлі запростармен жұмыс жасау барысында енді 3 мың сан түрлі клиентпен кезіккеннен кейін онлайн, офлайн форматта әртүрлі тәжірибе болады. Ой түйіледі және жинақталады. Ол жерде запростар қандай? Денсаулықтағы мәселе, қарым-қатынастағы мәселе, ақша табыстағы мәселе, рухани, яғни жан дүниесінің мәселесі, әртүрлі запростарды консультация, жеке разбор, терапия арқылы шеше отырып, түйген бір ғана ойым бар. Сонымен сізбен бөлісемін. Яғни бұл жауапкершілік, ответственность деп айтады. Жауапкершілікті егер мен өзгеріске дайын болсам, өзгеруге дайын болсам, жаңа нәрсеге бейімделгім келсе, мен жауапкершілік ала аламын. Егер мен жауапкершілік алуға дайын болмасам, мен мың сан түрлі сылтау